Сәлеметсіңдер ме, қалайсыңдар? Бүгін 4-ші сыныптың 13-ші сабағын өтетін боламыз. Ал мен каналға тіркеліп және де лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі сабағымыз нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші тапсырма: мәтінді оқы. Көне түркі тілінде чаран сөзі арынды, тасқынды, екпінді, қарқынды өзен дегенді білдіреді. Атау қойылған заманда бұл өзеннің ағысы қазіргідей баяу емес, тасқынды, қатты да арынды болған. Қазіргі уақытта өзеннің бұрынғы арнасы тік жарларға айналған. Оның әдемілігі Америкадағы шатқалдан да асып түседі. Ендеше сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, мәтінде қай өзен мен шатқал туралы айтылған? Іле, Ақсу, Шарын. Ол қайда орналасқан? Атырауда, Алматы облысында, Қызылордада. Қарамен жазылған сөздердің ішінен айтылуы мен жазылуында өзгешелігі барларын тауып, кестеге орналастыр дейді. Яғни мәтінде чаран деп аталғандықтан бұл яғни Шарын шатқалы жайында айтылған мәтін екен. Ол Алматы облысында орналасқан. Ал қарамен жазылған сөздер түркі. Мысалы, жазылуы түркі болса, айтылуында түркі. Бұрынғы, сөзі, сөзі. Қазіргідей, қазіргідей, қазіргі, тік деп оқылады екен. Яғни әріптерінде айырмашылықтар болады. Екінші тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып, көшіріп жазамыз. Қазақстан біз сүйікті атамекеніміз. 1991 жылғы желтоқсан 16-сы ел тарихындағы ұлы күн. Сол күні Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Қазақ халқы ғасыр бойы аңсаған арманы жетті. Еліміз егемен мемлекет болды. Бұл жерде байқасаңдар, сөйлемдердің ыңғайына қарай біз деген сөзде біздің, желтоқсанның, ғасырлар және арманына деген сөздерді толықтырып кетеді екенбіз. Түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Қазақстан туралы кітаптар мен энциклопедиялардың көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр дейді. Яғни Қазақстан халқының саны қанша? Қазақстанда неше облыс бар? Жер көлемі жағынан Қазақстан дүние жүзінде нешінші орын алады? Қазақстанда қанша ұлт өкілі тұрады? Қазақстан туралы яғни кітаптар мен энциклопедияларда мысалы облыс сандары бұрынғы санмен қалып қойған. Яғни бұрынғы санмен белгілейтін болсаңдар 14 облыс дейсіңдер, ал қазіргі нақты ақпарат бойынша белгілейтін болсаңдар, қазір Қазақстанда 17 облыс бар. Сонымен қатар Қазақстан халқының саны 18 миллион халық. Қазақстанда жалпы 17 облыс бар қазір ресми түрде. Тағы да облыстар қосылуда, ресми түрде ол облыстар қосылса 19-20 облыс болады. Жер көлемі жағынан Қазақстан дүние жүзінде 9-шы орын алады, ал Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады екен. 4-ші тапсырма: өзің тұратын жерге саяхат жасау картасын әзірле, әр сұраққа жауап жаз дейді. Яғни бұл сұрақтарды пайдалану арқылы сен өзіңнің тұратын жеріңнің табиғатын, болмаса қандай артықшылықтары бар, қандай керемет жерлері бар, соны мақтап, яғни көрсетуің керек. Мысалы, менің туған жерім Түлкібас, сондықтан саяхатқа қай жерге барасың? Түлкібасқа. Неліктен сол жерді таңдадың? Таулы табиғаты керемет жер болғандықтан, ол жерге қай кезде барған қолайлы? Жаз айында барған қолайлы. Тауына шығып, бұлағына шомылып, жемісіне тойған жақсы. Саяхат несімен есте қалады? Таза ауасымен, керемет табиғатымен, ақсудай қорығымен есте қалады. Және қандай да бір басқа да плюстары, яғни болса қосып кетуге болады. Осымен бүгінгі нәтиже сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп рахмет. Сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар.